Қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін упрощенка режиміндегі ТО-ға нулевка отчет тапсыратын боламын. Кабинетке ECP ключпен кіреміз. Сосын настройки бөліміндегі настройка списка формға барамыз. Осында қай жарты жылдықта тапсырып жатырсыз, сол жылды көрсетесіз. Және де упрощенка режимі болғандықтан 910-ды көрсетемін. Енді мұнда, как ИП сияқты, уже бос ұяшықтарды қажетін толықтырамыз. Үшінші жолақта полугодие деп тұр. Екінші полугодие. Төртінші жолақта кварталдық учетты қажет етемін, етпейме, соны көрсетесіз. Қажет ететін болса, А вариантын көрсетеміз. Сосын вид декларации. Егер де ТО екінші жарты жылдықта ашылған болса, первоначальная деп көрсетеміз, ал егер де одан алдыңғы жарты жылдықтарда ашылса, очередная деп көрсетеміз. Сосын Қазақстан азаматы болса, біз резидент деп көрсетеміз, ал Қазақстан азаматы болмаса, не резидент деп көрсетеміз. Енді ештеңе енгізбейміз мұнда доход разделі. Ештеңе енгізбейміз, өйткені бұл ТО-да ешқандай доход жоқ. Екінші страницада медициналық сақтандыру төлемдеріне 0 қойып кетеміз. Өйткені ошибка шығаруы мүмкін, сол себепті барлығына 0 қоямыз. Әрине, егер төлеген болса, мұнда төлеген суммаларын отырғызасыздар. Төртінші страницаға барамыз. Төртінші страницада бізге қажетті ол осы ТО-ның руководителінің толық аты жөні. Мұнда сервисі бөлімінен қарасаңыздар болады. 8-ші жолақта наименование деп тұр. Осы жерде толық аты жөні шығады ТО-ның руководителінің. Осыны өзімізге копировать етіп аламыз, және де орналастырамыз мұнда. Код органа государственных доходов по месту нахождения. Бұл жерде тек қана по месту нахождениені көрсетесіздер. Осымен нулевка отчетін тапсырдық. Өте оңай, 5-ақ минут уақыттарыңыз кетеді. Өздеріңіз тапсырсаңыздар болады. Қателік бар жоғын тексерейік. Ошибок нет, окей. Енді біз отправить в УКТ деп ECP ключпен қол қоямыз. Окей, мұна жерде сізде форма 910, 2024 екінші жарты жылдық бойынша очередная форманы 0905 бойынша, яғни көгіді 0905 бойынша жібересіз бе деп тұр. Окей, жібереміз. Қол қоямыз. Выбрать. Бұл отчетты мен тапсырып қойғанмын. Так, выбрать деп басасыздар, сосын бұл отчетты журнал формынан қарайсыздар. Дәл ИП сияқты найти. 2024 екінші жарты жылдық очередная 910 формада разнесена болып отырған міне. Осылайша өз отчетыңызды ТО бойынша өзіңіз тапсаңыз болады. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тиімді бағада ИП, ЕГОВ, арест және график қызметтері қажет болса, описаниеде номер қалдырамын, хабарласыңыздар.